Ассаляму алейкум, сәлем баршаңызға. Сіз куркуманың адам денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін білдіңіз бе? Білмесеңіз, мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Турмерик таңғажайып қасиеттерімен, ерекше хош иесімен ерекшеленетін үнді шөбі. Шөптің жапырағы мен тамыры әлемдегі ең танымал дәмдеуішті жасау үшін қолданылады. Куркума алтын түске боялған пигменттермен қаныққандықтан, ол тамақ өнеркәсібінде, косметологияда және тоқыма өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Куркума саңырауқұлақтарға, вирустарға, қабынуға, микробтарға, тіпті ісіктерге қарсы тамаша күресуші. Сондай-ақ, ол табиғи антиоксидант болып табылады. Куркуманың біздің ағзамызға пайдалы, ғылыммен дәлелденген қасиеттері өте көп. Қабынуға қарсы, мұрын жұтқыншақтың қабынуымен тиімді күреседі. Жарты шай қасық куркуманы 400 мл жылы сумен бірдей мөлшердегі тұзбен араластырып, мұрынды шайса, ауруыңыз басылады. Табиғи антиоксидант қартаю процесін баяулатады, майларды күйдіреді және ас қорытуды жақсартады. Мидың жұмысын жақсартады. Бұл есте сақтау қабілетін жақсартып, ойлау процестерін жылдамдатады. Миға байланысты ауруларды баяулатып, немесе толығымен жояды. Жүрек ауруының қаупін азайтады. Қан қысымы мен қан ұюын реттейді. Жүрек қан тамырлары жүйесінде жаттығулар сияқты әрекет етеді. Қатерлі ісік жасушаларымен күреседі. Куркума рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Бұл олардың өсуін және таралуын баяулатады, тіпті олардың жойылуына ықпал етеді. Артритті жеңеді. Буындардағы ауырсынуды басып, олардың жұмысын жақсартады. Қант диабетінен қорғайды. Қандағы қант пен холестерин деңгейін төмендетеді. Депрессияны басады. Серотонин гормонын, бақыт гормоны және допаминді жағымды нәрсе күту қуанышын арттырады. Салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Куркума метаболизмді қалыпқа келтіреді. Май мен калорияларды күйдіреді. Ол организмдегі артық сұйықтықты кетіріп, қан айналымын жақсартады. Сары дәмдеуішті тағамға дәмдеуіш ретінде қосу жеткілікті. Ас қорыту трактының жұмысын жақсартады. Ас қорыту процесіне ықпал етеді, спазмды және ауырсынуды жеңілдетеді. Тері ауруларымен күреседі. Куркума маскалары терінің күйін жақсартып, қышуды, безеулерді жеңілдетеді. Жаралар мен күйіктерді емдейді. Қартаю процесін баяулатады. Көптеген аурулардан арылуға көмектеседі. Куркумамен кез келген емдеуді немесе алдын алуды бастамас бұрын міндетті түрде дәрігерден кеңес алыңыз. Дәмдеуіш көптеген халықтық әдістер сияқты жанама әсерлерге де ие. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болғанмен Гүлназ.